Изменаны кешірудің техникасы. Басынан измена өткен әйелдерді мен өте қатты түсінем, потому что оларды кәдімгі өмірлік сынақ дейміз ба, сабақ дейміз ба, сол нәрсе өте қатты сындырады. Самооценкасынан ұрады, және күйеуімен әр ұрыста кешірдім дегенмен де, отбасын сақтап қалғанмен де, олар әрі қарап әр ұрыста осы нәрсе прям жарасын тырнап тұрады. Әр ұрыста осы нәрсені айтады: сен мені сатып кеттің, сен маған измена жасадың. Бұның артында көп әйелдер осы болмен өмір сүре бастайды, сүре береді. Уақыт өте келе бұл бол күшейе береді. И күйеуіне өте суып кетеді. Потому что бұл нәрсені кешіру дегенге де келмейді. Бұл жерде проработка, обидамен проработка, күйеуіңді кешіру, күйеуіңді түсіну деген нәрсе жұмыс жасамайды. Себебі бұл жерде терең, бұл жердегі бол өте терең. Измена негізінде не үшін болады? Көп әйел осыны изменадан кейін ғана түсініп жатады. Өзін таңдамай кеткенін, өзін екінші орынға қойып тастағанын, күйеуін бір құдайдың орнына қойып алғанын, соның барлық жағдайын жасайым, соған ұнайын, соған жақсы болсын, соған жақсы көрінейін деу арқылы изменаны өміріне алып келіп алады. Кей кезде бұл әйелдер мама болып кетеді, кей кезде дос болып кетеді, кей кезде ата-ана болып кетеді, кей кезде спасатель болып кетеді. И бір сөзбен айтқанда, әйел өз орнынан кетіп қалады. Әйел өз орнынан кеткенде, ол жерде міндетті түрде орын пустой. Яғни ер адамның алдында әйелдің орны жоқ, рөлі жоқ, әйел ретінде өзін сезінбегендіктен, оны құтқарып, ол кішкене қиналса, ақша тауып, оны спасать етіп, немесе жолы болмай жатса, давай сен отыра тұр деп аяу, ақша сұрамау, бір сөзбен айтқанда маманың рөліне кіріп кету деген сияқты нәрселермен көбінде өзіміздің өмірімізге өзіміз шақырып аламыз. Немесе удобная болып кету, удобная әйел болу, барлық тамағын жасайды, барлық киімін, барлығын бала шағасына, ешқандай жауапкершілік артпайды ер адамға. Бала шағасына, үйіне, табысына дейін жауапкершілікті өзіне алып, мен күшті әйел болайын, мен жақсы әйел болайын, сол кезде ғана отбасымыз күшті болады деген сияқты оймен, сол программамен біртіндеп ер адамды бессознательно үйде орнын жоғалтып алады. Өзінің біріншіден орны жоғалды, өз орнын жоғалтқаннан кейін ол жерде міндетті түрде ер адамның рөлі де жоғалады. Яғни ер адам өзінің үйде орны бар, жоқ екенін сезген кезде, яғни маған мұқтаж емес екенін сезген кезде, ол сырттан сол өзінің қамқорлығына мұқтаж әйелдерді іздей бастайды. Яғни басқаша ететін, мақтайтын, бір нәрсе күтіп тұратын, ал әйел үйдегі әйел не болып кетеді? Удобный болып кетеді. Оның басындағы программа сол жаңағы мен барлығын жасасам ғана мені қабылдайды деген программа. Изменаны жалпы кешіріп өзіңізді сол больдан, сол ситуациядан алып шығу үшін қазір білуіңіз керек нәрсе ол не үшін біз изменаны кешіре алмаймыз? Себебі измена ол менің басымда да болған нәрсе. Не үшін біз кешіре алмаймыз? Біз алдымыздағы адамды, күйеуді өте қатты жақсы көреміз. Оның орнын жоғары қоямыз, оған сенеміз, өзімізден артық сеніп кетеміз оған. Ол мені қабылдады, ол мені жақсы көрді, енді мені жақсы көрмей қалмасын деген нәрсе. Барынша біз 100%, мүмкін 200% сеніп кеткен кезде өзімізді ана үшінші орынға тастап, анау ғана өмірімізде болған кезде, оның изменасы бізге қалай етеді? Бізді лақтырып кеткендей, бізді тастап кеткендей. Сол үшін де біз кешіре алмаймыз. Сол нәрсе бізге өте қатты тиеді. Мені қабылдамады деген нәрсе өте қатты, өте ауыр тиеді. Мені қабылдамады, мені түсінбеді, мені ауыстырды деген нәрсе бізге өте ауыр тиеді. Енді измена көрген әйелдердің түбіндегі болы қандай? Не үшін әйел именно осындай измена жасайтын ер адамды тартып алды? Не үшін осындай состояниесімен сол изменаны өміріне тартып келді? Бір сөзбен айтқанда, себебі ішіндегі жара. Яғни мені қабылдамады. Ол жара негізінде бала кезде басталған. Бала кезде болады. Менде мысалға мынандай нәрсе болған. Мен туалам, менің атымды ұл мекен деп қояды, менен кейін ұл күтеді олар. Сол кезде бессознательно 2 жастағы, 3 жастағы мен жарамсызбын, мен жеткіліксізбін, мені қабылдамады, мені тастап кетуі мүмкін деген программа қалды. Сол маған жара болды. Менен кейін ұл туылып, барлық внимание анаған өткен кезде, ұлға өткен кезде, мен өзімді жеткіліксіз сезіндім. Отбасы құрғаннан кейін біз ана жігітті сол ата-ананың
мені қабылдады деген, иә, біз махаббат ішіміздегі пустотаны жағаны жігітпен толтырып қоямыз. Когда ол измена жасаған кезде осы нәрсе бізге өте қатты ауыр тиеді. Яғни кішкентай кезіңдегі жараны, больді сен қайталап тұрсың. Сені тағы да лақтырып кетті. Сені тағы да таңдамады деген нәрсе біздің ішімізді, бір сөзбен айтқанда, жарып жіберетіндей, яғни тас талқанымызды шығарады, іштей күйреп кетеміз. Осы кезде біз бар кінәні осы жараны емдеуден емес, біз күйеуден бар кегімізді содан алғымыз келеді да. Әр ұрыс сайын осы нәрсені айтамыз, себебі ол айтсын деп, кешірші мені, мен қателестім, сен лучше аясын деген сөзді естігіміз келгендіктен де біз осы сөзді қайталай береміз. Және бессознательно ұрысты, яғни өзіміздің ішіміздегі кекті, бір сөзбен айтқанда, өкпені, әке шешемізге деген өкпені күйеуімізден алып бастаймыз. Когда біз осы нәрсені ішімдегі мені қабылдамады, яғни бұл орысшада отвергнутая травмасы, иә, мені қабылдамады, мен жеткіліксізбін травмасын емдеген кезде бізге уже күйеуді кешіру өте оңай болады. И көп адам почему-то ойлайды, мен кешірмеймін мен оны, ол маған қиянат жасады. Кешірмегенде күйеудің еш нәрсесі кетіп жатқан жоқ. Сөздің шыны керек. Сіз өзіңізге өзіңіз зиян келтіріп жатырсыз. Сіз состояниеңізді құртып жатырсыз. Сіз өзіңізді күйретіп жатырсыз. Самооценкаңызды сол арқылы түсіріп жатырсыз. И каждый раз соны ойлаған кезде, сол состояниеге түскен кезде, сіз өміріңізге тағы да осындай больше осындай ситуацияларды тартып келіп жатырсыз. Сондықтан да әр әйел, басынан измена өткен әр әйел осы нәрсемен жұмыс жасау керек. Яғни осы травманы емдеу керек. Сол кезде уже сен наравне боласың. Сен уже әке, ата-ана, бала позициясында емес, сен уже өзіңнің толыққанды әйел рөліне сол кезде түсесің. Сол кезде ғана сен өзіңді толыққанды сезіне аласың. Әйел ретінде проявляция ете аласың. Яғни сыпайы болып, нәзік болып, махаббатыңды көрсетіп, махаббат алуға өзіңе рұқсат беріп, нәзік болуға, біреудің қамқорлығында болуға сол кезде ғана рұқсат бере аласың жалпы.